сәлем достар. Қалайсыңдар? Жылдан жылға жете беріңдер айналайындар. Наурызда барлық жанарады жебеді, бізде керісінше Мадина қартайып жатыр. Адина, біле білсең, мен сенің баққанда 7 минут 40 секундқа үлкенмін. Онда сәлематсыз папа. Наурыз мейрамы құтты болсын. Бір батоныңызды беріп жібересіз бе? Адина, олай үлкендермен қалжыңдауға болмайды. Одан да мен саған наурыз көжені қалай дайындау керектігін үйретейін. Иә, жақсы. Жарайды достар, қалжыңдаймын. Түсінгендердей, біз бүгін наурыз көже дайындаймыз. Бірінші бізде сорпа, ол наурыз көженің ең басты құрамы. Адина, міне сорпа дайын. Иісі қандай тәтті. Тіпті сорпаның да ішкім келіп кетті. Екінші бізде ет. Бізде наурыз көжеміз тамды шығатын сияқты, әрине. Келесі бізде арпа. Тамды екен. Тары. Және жүгері. Аран мен тұз қажет. Не? Окей. Ойында. Мен Адина, осы бүкіл тағам сенің ең сүйікті тағамың ғой? Жоқ. Келесі бізде тары, жүгері және арпа. Олар адамға өте пайдалы келеді, және тойымды. Келесі бізде айран. Наурыз көже неге сондай тәтті десем, ең тәтті тағамдардан жасалады екен ғой? Келесі бізде тұз. Ол наурыз көженің ең басты құрамы. Санап көрсек, барлығы 7 тағамнан тұрады екен. Иә, дұрыс айтасың, наурыз көже ең басты 7 тағамнан жасалады. Бізде барлығы дайын. Тек қана оларды барлығын қосып, араластыру ғана қалды. Енді жүгеріні саламыз. Келесі біз арпаны қосамыз. Міне. Сендер тағамды қосқанда араластырып тұруды ұмытпаңдар. Сен жеме көмектесейші? Я, не істейін? Мә, араластыр. Енді тарыны қосып араластырамыз. Мен қосайын, сен тағы да араластыр. Мен ойынша жеткілікті. Мен етті тұра берейін. Достар, пышақпен қолданғанда өте абай болыңдар. Адина, сен осылай жей берсең, наурыз көжеге ештеңе қалмайды ғой? Ой, қойшы, анамыз ас үйде тамақ пісіріп жатқанда бір қиярдан жеп кете беретінде ештеңе демейсің ғой? Жарайды, бірақ наурыз көжеге де бір нәрсе қалдырсаңшы. Етті қосқанда кішкене дәмі шығу үшін араластырып тұруды ұмытпаңдар. Адина, ауырсайықшы, сен араластыр, мен тұрайын. Жақсы. Тамақ істеу өте қызық, иә? Иә, бірақ көп уақытты қажет етеді. Осы аналарымыз күніне 3 рет тамақ пісіріп, оның үстіне үй жинап, жұмысын қалай істеп үлгереді екен? Иә, барлықтарымыздың аналарымыз супер аналар ғой. Енді наурыз көжеге тұз қосамыз. Тұзды мен қосайыншы? Жарайды, бірақ анамыз дайындап бергенде тұзды көп қосып қойма.
Қорқпа, тұзды өзім есен. Бұны саған Нұрғасы мен Сағдат үйретті ғой, иә? Иә. Я, осы трендтерге есі кетіп жүрген солар шығар. Айтпа. Енді айранда қосайық. Сен қос, мен араласып тұрайын. Енді үші берсек болады ғой, иә? Тоқта, ол айран бүкіл құрамына сынсын. Содан кейін ішеміз. Ал тез сүну үшін оның қақпағын жауып қойық. Жақсы. Мадина, мына жерді жинастыру керек сияқты. Сен жинастыра бер, мен айранын сөкенін күтей тұрайын. Жарайды. Мадина, ол неше минутта сінеді? 2-3 минутта сінеді. Болдым. Ең болды ма? Иә, аша бер. Үлкенсің ғой, өзің күш. Өте тәмді. Біз сендерге ұлттық тағамымыздың қалай оңай және тез жасалатынын үйреттік. Ең бастысы, осылай тамақтандағанда әжелері немесе аналардың қастарында болсын, сосын ас үйдегі құралдармен өте сақ болу керек. Бүгінге осы Нұрғасы мен Сағдаттың блогын көруді ұмытпаңдар. Біздікі олардан қызық па? Ендеше өткізіп алмаңдар. Мадинамен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.